Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін өте бір маңызды, өте қысқа нұсқа айтып бергім келіп тұр. Жалпы кез келген жағдай өмірдің бір белесінде бір тоқтап барып бір бұрылыстан бұрылғандай кейбір өткелдерден өткен кезде болады. Сен нағыз түсініп түйсігіңе жететін нәрселер болады. Кейбір кісілер болады, ауа мен су сияқты. Мысалы, ауа қаншалықты адамға қажет болатын болса, су да соншалықты адамға керек. Сусыз тіршілік жоқ, бірақ ауасыз тоже. Судың астында сіз 10 минут қойып 10 секунд тұра алмайсыз. Бірақ ауада жүріп, сусыз тоже өмір сүре алмайсыз. Ол кісілер кімдер? Ол кісілер сіздің ата-анаңыз, әке-шешеңіз. Егер сіз жақсы жолда жүргіңіз келсе, әрдайым жолым болсын дейтін болсаңыз, анаңыздың батасын алыңыз. Ал егер үлкен жолға түсіп, үлкен жолда ең үлкен бақытқа қолыңызды жеткізгіңіз келсе, әкеңіздің батасын алыңыз. Әке мен анадан артық сізге жүрегінен шыққан, сізге тілеген жеткізетін, сіздің жолыңызды ашатын басқа ештеңе білмеймін. Кім? Жалпы әке мен шешеңіздің барында батасын алып үлгеріңіз. Жолдарыңыз болсын, байқуатты болыңыздар, мейірімді болыңыздар. Өмірдің бұрылысында, өмірдің соқпағында, тағдырдың тәлкегінде ешқашан қалмаңыздар. Әрқашан жолдарыңыз ашық, бақыттарыңыз баянды, жүректеріңіз тыныш, күндеріңіз нұрлы, түндеріңіз тыныш болсын.